мынаны да алсаң сен шығара алмағансың. Оп-оңай есеп екен тұр, бірақ мыналардың түгелін қосылысы не болу керек бізде? Ықтималдықтарды. Вот, давай қосамыз енді. 3-тен 1 плюс 4-тен 1 плюс 5-тен 1 плюс P тең болу керек 1-ге. Осы жерден P тең неше? Отырасың, сен өзің айтасың бұл жерде. Сен қате есеп шығардың, значит сенен сұрап отырамын пока. 12-ден 5 қосылып 5-тен 1. Жоқ. 12-ден 8 қосылып 5-тен 1. Мынаны түгел мына жаққа алып барайық бірінші. 1 минус 3-тен 1 плюс 4-тен 1 плюс 5-тен 1. 1 минус 3, 4, 5-тің ортақ бөлімі 60. Мынаны 20-ға, мынаны 15-ке, мынаны 65-ке бөлсем 12-ке. 20 плюс 15, 35 плюс 12, 47. 60-тан 13. 60-тан 13. Түсіндің, осы үшін 1 балл уже. Яғни мына жерге уже шамамен 60-тан шамамен емес, дәл 60-тан 13 деп жазып қойдық. Түсінікті? Асан түсіндің бе? Иә. Так. Диляра тапқан бұны. Диляра бар ма жоқ па? Балалар сабақтың уақыты итагаз. Кішкене тез сөйлеңдерші. Қосамын микрофонды Диляра. Дауысыңды қаттырақ шығар. Ал енді ары қарай айт енді мына жерде. Микрофон жөнді де екіншісін шығара алмағансыңнан. Не істейміз? Математикалық күтімін тап дейді. М тең 3-ті мынаған көбейтем, солай емес пе? X-ті мынаған көбейтем. 3 көбейтілген 3-тен 1 плюс айтып отырал. Енді мыналар қысқарады 1, 3-і 1-1-ден 3 болды. 3 плюс 60 пен 6-ны қысқартам 10 қалды. 13-ті 10-ға бөлсем 1,3. Сөйтіп жауабы неше? 4,13. Так, 4,13. Енді дисперсияны табу керек. Не істейміз d-ны табу үшін? D-ны табу үшін x квадраттың m-нің жаңағы 4,13-тің квадратын алып тастау керек. X квадраттың m деген үстіне квадраттап қоямыз. 3-тің квадраты 9, 4-тің квадраты 16, 5-тің квадраты 25, 6-тың квадраты 36. Ал айта бер не істейміз? Осыдан алып тастаймыз 4,13-тің квадратын. Енді мына жерде калькулятормен. Так, 3, 4, 5, 3 плюс 4 плюс 5, 12, 12 плюс 36 мен 60-ты 6-ға қысқартам 10, мына жерде 6 қалды, тағы да 2-ге қысқартам 3, мына жерде 5 қалды. 3 жердегі 13-ім 39, 39-ды 5-ке бөлсем, қанша шығады екен? 39-ды 10-ға бөлсем 3,9, оны 2-ге көбейтсем 7,8 қойды, по-моему. 7,8 минус 4,13-тің квадраты қанша? Диляра өзің есепте. 1,31. Балалар қарап берсе, ол ауытқуды өлдіреді. Ал ауытқу теріс бола алмайды. Теріс болмайды мына жерде. Біреулерің есептеп жатқан кезде мына жерде теріс сан шығып кеткен, бірақ соны жазып қоясыңдар. Сендерде теріс сан шықса, уже автоматически дисперсиядан бір жерден қате жібердіңдер деген сөз. Түсінікті? X плюс 2-нің математикалық күтімі mx плюс 2 деп жазады. Ол тең mx. 2-нің математикалық күтімі Диана не ол? Ол нөлге тең. Нөлге тең емес, не қарашы? 2 деген сан шыға берсе, сен келесі не қандай сан шығады күтеді? Тағы да 2-ні күтеді. Солай емес пе? mx плюс 2 болды. Тең, mx бағана тапқанымыз неді? 4,13. И осыған 2-ні қосасың, 6,13 болады. 2 балл берілген, біреу осыныкі. Енді мағынасыны dx плюс 2. Ол тең dx. Енді 2-нің ауытқуы қанша? 2, 2, 2 деп тұра беретін болса, одан ауытқу бар ма ол? Ауытқу жоқ. Ол тұрақты, значит, ауытқуы жоқ деген, плюс 0. Болды, осының өзі қайттан 1,31.